Қайырлы таң, достар, баршаңызға сәлем. Ал мен су құйғыш белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды, кеңесімді айтқым келіп отыр. Жалпы Юпитер мен Марс бізде маусым айында өте белсенді болады. Ол сіздерде 3-ші үйге келіп тұр. Басқаша жұмыс жасайсыз, басқаша әрекет етесіз, жаңаша бір басқа мамандықты игеріп аласыз. Өзіңіз рөлге отырып жолға шығасыз, машина айдап үйренесіз. Туысқандармен жанжал болуы мүмкін, себебі Марс жанжалдың планетасы, ал 3-ші дом ол туысқандарды, көршілерді білдіреді. Туысқандарыңызға өз ойыңызды ашық айтасыз, сабақ бере бастайсыз. Көптен үйреніп жүрген сабақтарыңызды елге бересіздер. Немесе өзіңіз үйрене алмай жүрген затыңызды, курсыңызды үйреніп аласыздар. Басқа үйге көшесіз. Ал Меркурий 4-ші үйге келіп тұр екен, ол бізде дұрыс бағытта айнала бастайды. Көшуде, үйдің документін жасауда барлығы жеңіл болады. Басқа үйге оңай көше аласыз. Көшу туралы шешім қабылдайсыз. Егер көшпесеңіз, осы көшу керек еді ғой деген сияқты бір ой келеді. Көшу тақырыбы өзекті болады. Ата-анаңызға барасыздар. Тұратын үйіңізге қайтадан бір документ жасайсыздар. Үйіңізге заттар аласыздар. Ал Сатурн бізде кері бағытта айналып бастады, ол 1-ші үйге келіп тұр екен. Өміріңіздегі міндеттеріңіз өзгереді. Мысалы, сіз ата-ана атануыңыз мүмкін, немесе әже ата атануыңыз ықтимал. Сөйтіп, міндеттеріңіз артады. Балаға қарау керек болады. Жоспарларыңыз өзгереді. Жалпы азуға, жасаруға жақсы кезең. Бұрынғы имиджіңіз қайтадан келеді. Жалпы бұрынғы танысыңызды кездестіресіз. Бұл өзгерістерді 12-ші, 13-ші ақпан айында туылған адамдар жақсы сезінетін болады. Ал 11 мен 13-ші маусым аралығында Венера мен Уран бірге келеді. Ол 4-ші үйге келіп тұр. Аяқ асты қонақтар келеді. Үйіңізді сатуыңыз ықтимал. Аяқ асты үйіңізге заттар аласыз. Барлығы сіз ойлағаннан да тез болады. Сыйлықтар аласыздар. Аяқ астынан ақша келеді. Ал 14-ші маусым күні Меркурий сіздерде 5-ші үйге келіп тұр екен. Бір баламен концертке, театрға баруыңыз ықтимал. Дәл осы күні ай толады. Ол айдың толуы 11-ші үйге келіп тұр. Бір мерекені ұйымдастырасыз. Әлеуметтік желіде атақты боласыз. Бұрынғы істеген жұмысыңыздың жемісін жейтін боласыз. Ал 22-ші маусым күні күн белгісі 6-ші үйге келіп тұр. Денсаулығыңыз, көңіл күйіңіз жақсарады. Ал 24-ші маусым күні Венера 5-ші үйге келіп тұр. Өміріңізде жақсы жаңалықтар, жақсы сәттер көп болады. Аяғыңызға нық тұрасыз. Көптен жасап жүрген жұмысыңыздың жемісін жейсіз, табыс келеді. Кәсібіңіз мол табыс әкелетін болады. Балаларыңыз жайлы жақсы жаңалықтар еститін боласыздар. Ал 28-ші маусым күні Нептун кері бағытта айналады, ол 2-ші үйге келіп тұр. Психологпен көп жұмыс жасайсыздар. Өзіңізге көп қамқор боласыз. Өзіңізге, денсаулығыңызға көп көңіл бөлесіз. Жалпы жұмысты барлық көңілмен, барлық ықыласпен жасайтын боласыздар. Ал сол жасаған жұмысыңыздың жемісін желтоқсан айында ғана жейтін боласыз. Ал 29-ші маусым күні жаңа ай 6-ші үйге келіп тұр екен. Кейбір мәселенің шешімін табасыз. Жаңадан көмекші аласыздар. Жаңадан дәрігер табасыз. Ал дәрігер сізге жаңадан бір препараттарды, жаңадан витаминдерді береді. Ал менің айтарым осындай: бар болыңыздар, бай болыңыздар.